Ассаламу алейкум мұсылмандар. Міне біздің кезекті жұмысымыз қаптамасыз темір есік. Яғни котелға туалет сырттың есіктері қаптамасыз болады. Соны біздің құрастыру тәсілімізді көрсеткіміз келіп отыр. Угольник 40 мм және де 20-40 профиль труба. Соны пайдалана отырып темір есік құрастырғымыз келіп отыр. Жалпы размері ені 78, биіктігі 1,74 см. Алдымен угольникті сыртқы рамкасын размерлерімен өлшеп кесеміз. Темір есікке керекті размерлі материалдарды кесіп дайындап қойдық. Угольник сыртқы рамкасы және профильді труба. Ішкі рамкасының өлшемдері. Енді осыны прихваттаймыз, рамкілеп диагональдаймыз. Есікті рамкіледік. Диагональдап, угольниктерін бір-біріне сваркіледік. Мындай күйде сваркіленді, дәнекерленді. Енді ішкі рамкасын құрастырамыз. Ішкі рамкасын құрастыру үшін стрүпцендермен бір профильді угольникке бекітіп қойдық. Енді осыған топса қою жұмыстарын жүргіземіз. Топса қоюды біз мынандай тәсілмен жүзеге асырамыз. 5 мм сым. Соны топсаға бір қатар ұзынынан дәнекерлейміз. Тискіге қысып қойып әрине. Және дәнекерлеп болған соң әбден тазалаймыз жан жағын. Сосын топсаның арасындағы сымды кесіп алып тастаймыз. Шетінен кесеміз. Бәрін кесіп бір-бірінен ажыратамыз. Және де осы сымды рамкаға прихваттау арқылы дәнекерлейміз. Топса қою жүйесі мынандай әдіспен істеледі. Біздің кезекте топса мамка жағы төбесінде ішкі рамкаға прихватталған, және папкасы сыртқы рамкаға прихватталған. Ар жағы да дәл солай. Енді осыны прихватқа аламыз да есіктің ішкі рамкасын ашамыз. Ішкі рамкасын ашып, әуелі іш жағынан сваркілеп аламыз. Себебі прихватта алғаннан кейінде дәнекерлеп тастайтын болсақ түгел, прихватталған күйінде дәнекерлеп топса қисық түсуі мүмкін. Ал егер прихваттағанда бұлай өзін ашып жауып қараумен топса қисық болған жағдайда өзіне түзеп алады деген оймен өстіп істейміз. Енді іш жағын сваркілеп аламыз да дәнекерлейміз. Сосын айналдырып сырт жағын дәнекерлейміз. Сөйтіп түгел рамканы айналдырып құрастырамыз. Есіктің ішкі рамкасын құрастырып болдық. Ішкі рамкасы бұлай жиналады. Жаңағы топса сваркілеген профиль тәрізді. Мына жақтағы профильді дәл солай сыртқы рамкаға бекітіледі. Бұған диагональ шығарудың қажеті жоқ. Өстіп қысып қойып, үстіндегі профильдерді сол ұстатып қойған профильге
бекітіп соркілегенде уже бұл сыртқы рамканың диагоналі ішкі рамкаға әсер етеді деген сияқты. Енді есіктің орнындағы замоктың орнын кесеміз. Оны лист қоймастан бұрын кесіп алғанымыз жақсы болады. Есікке замокты қоюдың әдісі бізде мынандай. Листті жабыстырмастан бұрын замоктың орнын ойып кесіп аламыз. Себебі лист жабыстырғаннан кейін мындай қылып кесу оңай болмайды. Бізде замоктың орнын белгілеп алдық. Екі шетін кесіп, мына жеріне азғантай болгарканың тасын батырдық. Ортасын кесіп тастадық. Енді осыны қазір араларындағы стружкілерін аламыз. Екі шетке қайыру арқылы замоктың орнын босатамыз. Осылайша замокты орнына саламыз. Екі жерінен екі шуруп қатырып, қалған жұмыстарына кірісеміз. Енді есіктің лисін қою жұмысы бар. Темір есігіміздің листін қалыңдығы 1,5 мм. Өз размері өлшемі бойынша кестік. Және де топса тұратын жерде ойып кесіп дайындап қойдық. Ар жағы да дәл солай. Енді есіктің замогын қоямыз. Листі приходтау жолын көрсетеміз иншалла. Темір есіктің тағы бір бұзып кететін орны бар. Онына топсаның астына лист пен рамкадегі профильдің арасына мынандай 2-3 мм-дей зазор тастап кетеміз. Ол есіктің оңай ашылып жабылуына әсер етеді. Жаңағы кардонымыз рамкадегі профиль мен листтің арасында қалады, және ол топсаның бойында тұрады. Дәл солай 4 шетіне де қойылады. Байқасаңыздар, астында да зазорға арналған кардон бар. Енді листті приходтап замоктарын саламыз. Ішкі рамкеге лисімізді жапсырдық, приходтап шықтық барлық тұстарын. Ол мынандай жүйемен іске асты. Сыртқы рамканы есікті шешіп алып, сол өз рамкасының үстіне теріс айналдырып жатқызамыз. Және де астыңғы сыртқы рамканың угольнигінің тұсына үстіңгі профильді келтіріп қойып, мындай рогаш арқылы угольникті үстіне қойып, қысумен приходтаймыз. Бұл бір жағынан листі профильдің өзімен, тек қана өзімен қыссаң, ол кішкене рогаш ауырлық етіп, профиль мен лист приходталған жері майысып көрініп қалуы мүмкін. Сондықтан да үстіне сірә мынандай бөлекше угольник пайдаланып, астындағы угольникті рамканың угольнигін пайдаланып, осындай жүйемен приходтаймыз. Енді
іші сыртынан ілінетін кішігірім замоктарын дайындаймыз, ілгіштерін қоямыз. Сонымен есікті аяқтатуға жақындаймыз, иншалла. Есікті замоктау жұмыстары жүріп жатыр. Біз замокты кілт өтетін орын тестік. Ол мынандай жүйемен істедік. 8-дік насатка шурубымен әуелі орнын белгілеп тесіп алдық. Сосын 10-дық сверломен кеңейтіп жібердік. Ал мынаны сваркамен тесілді. Осы енді орнына замокты жауып тұрушы орнына дәнекерленеді. Замоктарын жинаймыз. Темір есіктің толық шаруалары бітті. Енді апарып құру жұмыстары қалды. Және де сол құрғаннан кейін краска шашып кетеміз. Осындай темір есік құрсаңыздар болады. Ілгіштері бар. Дәл солай. Сырт жағында да бар, замогы бар. Және де шеге қағатын петляларын алдын ала тесіп дайындап қойдық. Қандай да білетін жерлері болатын болса, комментарияға жазыңдар, хабарласыңдар. Және де қатестелген жерлері болса да айтып отырмын. Біздің темір есік құру жүйеміз әдетте осылай жүреді.